أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقا وفهما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إنك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі қасиетті жұма күні мешітке басып келген қадамдарымызды Аллах Тағала күнәларымызды кешіріп, өзінің рахымымен біздің рахымына, мейіріміне бөлесін. Бүгінгі жасап жатқан құлшылықтарымызды Аллах Тағала қабыл етсін. Келесі жұма күніне аман-есен жетуімізді Аллах Тағала нәсіп етсін. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы Аллах Тағалаға дұға ету. Дұға ету, Аллах Тағалаға дұға етудің әдебі. Аллах Тағала қалай дұға етеміз? Енді баршамыз білеміз, дұға деген бұл құлшылық. Бұл да бір құлшылықтың бір түрі, ғибадаттың бір түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Ад-дуау мухул ғибада» деп. Яғни дұға ғибадаттың негізі дейді. Біздің ата-бабамыздан қалғанда жақсы сөз бар: жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді деп, яғни дұғаның қаншалықты маңызды екенін айтады. Сол секілді мұсылман біздің өмірімізде де дұғаның маңыздылығы өте үлкен. Өйткені біздер әрдайым Аллах Тағалаға дұға етіп жүреміз. Мұсылманның өмірінде бір сәт Аллах Тағалаға дұғасыз өтпейді негізінде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, яғни Аллах Тағалаға әрдайым дұға қылып жүру жайында, аяқ киімнің бауын сұрайтын болсаң да Алладан сұра дейді. Яғни бұл дегеніміз әр уақытта қандай нәрсе болмасын, тек кейбір адамдар ойлауы мүмкін, мен Аллах Тағаладан ұсақ-түйек нәрсені сұрап не қыламын деп. Жоқ, ондай болмайды. Бізге ұсақ-түйек нәрсені де беретін, үлкен нәрсені де беретін, барлығын Аллах Тағала береді. Сол үшін Аллах Тағаланың алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатқан сөзі сол. Яғни Аллах Тағаладан бүкіл нәрсені сұрауымыз керек деген сөз ғой. Тіпті аяқ киімнің бауында дейді. Сондай халде болуымыз керек. Өйткені дұғаның жасаған кезде біз қандай халде боламыз? Дұға жасаған кезде біз өзімізді Аллах Тағаланың құлы екендігімізді сеземіз. Аллах Тағаланың алдында өзіміздің Аллах Тағалаға мұқтаж екендігімізді, әлсіз екендігімізді сеземіз. Дұға бізді сондайға алып барады, сондай сезімге алып барады. Ал егер сол үшін де Мұртада Әз-Забиди деген ғалым айтады өзінің кітабында, Хаттаби деген кісі былай деп айтты дейді: дұғаның негізгі ақиқаты пенденің өз Раббысынан пана тілеуі дейді. Яғни Аллаға сыйынуы және одан көмек сұрауы дейді. Оның мәні адамның Аллаға мұқтаждығын ашық білдіруі. Сондай-ақ өзінің дәрменсіздігін түсініп, күш пен құдіреттің тек Аллаға ғана тән екенін мойындауы дейді.
Дұға құлшылықтың нышаны және адам баласына тән әлсіздіктің көрінісі дейді. Яғни бұл жерде айтып жатқаны, біз дұға жасау арқылы Аллах Тағалаға пана сұраймыз, Алладан, одан көмек сұраймыз. Аллах Тағаланың алдында өзіміздің әлсіз екендігімізді, Аллаға мұқтаж екендігімізді Аллах Тағалаға айта отырып білдіреміз, соны ашық дұғада. Сөйтіп не істейміз? Өзімізге Аллах Тағаладан не сұраймыз, не қажет, соны не істеп отырамыз? Сұрап отырамыз. Құранда Аллах Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъватад да'i иза да'ан фальястаджибу ли вал ю'мину би ла'аллахум яршудун дейді. Садақаллаху азим. Бұл Бақара сүресінің 186 аяты. Онда бүй деп айтып жатыр. Аллах Тағала айтады: егер мен пайғамбарға айтып жатыр, менің құлдарым сенен мен туралы мен жайында сұраса, мен өте жақынмын деп айтты дейді. Яғни Аллах Тағала біздерге өте жақын. Маған дұға жасаған адамның дұғасына жауап беремін дейді. Енді Аллах Тағала өзі ары қарай не дейді? Енді олар да маған жауап берсін деп жатыр. Олар да маған жауап берсін және маған иман келтірсін дейді. Бәлкім олар сол өздерінің жолдарында кемелдікке жетіп дұрыс жолда жүретін шығар дейді. Бұл дегеніміз Аллах Тағала қандай шарт қойып жатыр, яғни олар да маған не істесін дейді? Иман келтірсін дейді. Және олар да менің айтқан нәрсеме жауап берсін дейді. Яғни маған жауап берсін деп жатқаны, Аллах Тағала біздерге нені бұйырады? Яғни Аллах Тағаланың шариғаты, сол Аллах Тағаланың бұйырған бұйрығымен жүрсін деп жатыр. Сол кезде мен оған жақын боламын және оның дұғасын жауап беремін дейді. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, көп адамдар, мысалы, мен Аллах Тағалаға дұға жасауды білмейді, және де Аллах Тағаладан жаңадай ойлайды, енді мысалы, қарапайым тілмен айтқанда, мен сұрасам беру керек деп Аллах Тағала. Солай ойлайды, содан сұрайды, ол мысалы жаңа сұраған нәрсем болып жатқан жоқ. Аллах Тағала маған сұрағанымды бермеді деп не істейді? Әртүрлі сондай ойға беріледі, жаман ойларға беріледі, жаман ойға түседі. Ол не дұрыс емес. Осы міне Құранда Аллах Тағала өзі айтқандай, нағыл деп жатыр, маған иман келтірсін олар деп жатыр. Және де иман келтіріп қоймай, маған жауап берсін, яғни менің бұйрықтарыма жауап берсін дейді. Аллах Тағала біздерге намаз оқы деп жатыр, ораза ұста деп жатыр. Сол жаңа айтып жатқаным, әсіресе намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын кісілер не дейді? Мен дұға қылғанда бізге жауап болмай жатыр дейді мысалы. Неге болмай жатыр? Өйткені өздері Аллах Тағаланың бұйрығын орындамайды. Өздері ораза ұстамайды. Өздері күнәдан тыйылмайды мысалы. Арақ ішпе десе арақ ішеді. Тағы басқа мысалы, басқа күнәларды істеме десе, сол күнәларды істейді де, содан кейін келіп мен дұға жасасам, менің дұғам қабыл болмайды дейді. Былайша айтқанда, бәрін айналып алып келіп Аллах Тағалаға жала жабқысы келеді, Алла сақтасын. Ол дұрыс емес. Ол үлкен қателік. Егер дұға қабыл болмаса, оның енді бірнеше себептері бар. Біріншіден біз оны өзімізден көреміз. Кім болсақ та, егер намаз оқысақ та, оқымасақ та. Біз бір нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқпыз демек. Егер дұғамыз қабыл болмаса. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, Аллах Тағала бізге дұғада бір міндетті түрде, ол Аллах Тағала бізге не керек екенін өте жақсы біледі. Біз жаңағыдай сұрасақ болды, ол бере бермейді Аллах Тағала. Яғни оны керек кезінде береді. Мысалы, дұға жасап жүрген, күнде дұға қылып жүрген адам болатын болса, Аллах Тағалаға жаңа біздің ғалымдарымыздың айтуы бойынша
жаңа дұғаның қандай пайдасы бар деп айтып жатады ғой. Сол кезде мысалы бір адамның басына бір қауіп келе жатқан шығар, тағдырында бір қауіп келе жатыр, сол дұғамен соны қайтарған болады екен. Ол қауіп өзінің келе жатқан уақытында Аллах Тағала сол қауіпті не істейді, сол жасаған дұғасы арқылы алып тастайды екен. Мысал ретінде айтып отырмын, сондай нәрсе болады мысалы. Ал ол бізге көзге көрінбейді, мысалы, білінбейді. Біз білмейміз, бізге келе жатқан нәрсе бізге келмей өтіп кетеді мысалы. Бізге келе жатқан жаңағыдай қауіпті нәрсе. Сол сияқты міне, сол үшін сондай нәрселер орын алуы мүмкін. Біз оны білмейміз, сезбей қаламыз. Сол үшін дұға қабыл болды деп, дұғам қабыл болмады деп не істеуге, айтуға болмайды. Яғни Аллах Тағалаға жаңағыдай жаман ойға кетуге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де келеді. Юстаджабу ли ахадикум ма лам яджал. Яқулу дауту фалам юстаджаб ли. Бір адам дейді, сендердің біреулерің дейді, мен Аллаға дұға еттім, дұғам қабыл болмады деп асығыстық танытпаса, ол адам дұғасы қабыл болады дейді. Аллах Тағала оны қабыл етеді дейді. Көрдіңіз ба? Яғни мен дұға жасадым, Аллах Тағала оны қабыл қылмады деп, сөйтіп жаңағы біздер асығыстық танытамыз ғой. Маған жаңағы сұраған нәрсем болмады, ойлаған нәрсем болмады деп. Олай асығыстық танытпаса, ол адам дұғасы қабыл болады деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям несі бар? Хадис тұр. Яғни дұға, егер біз дұрыстап жасасақ, Аллах Тағала қалай айтты, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай айтты, хадистерінде қалай келді, солай жасасақ, иншалла оның несі болады? Оның бір пайдасы болады бәрібір. Дұға, Аллах Тағала оған жауап береді. Ол міндетті де оның сұрағанын беру емес, жаңа біз айттық, одан бір қауіпті нәрсені кетіруі мүмкін, немесе ақыретте ертең оны сауап қылып беруі мүмкін. Аллах Тағала жақсырақ біледі бізге не керек екенін. Мысалы ақыретке алып қоюы мүмкін, осы дүниеде емес. Сосын ақыретте оны сауап қылып беруі мүмкін. Ол барлығы хадисте ғалымдарымыз айтқан, оның бәрін түсіндірген. Құранда Аллах Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Уд'у раббакум тадарруан ва хуфьятан. Иннаху ла юхиббул му'тадин. Енді Раббыларыңа дұға жасаңдар дейді. Қандай халде? Жалбарынған халде және құпия дейді. Екі жағдайда айтып отыр. Яғни Аллаға жалбарынып және құпия дейді. Құпия деген іштей дұға қылу. Іштей дұға қылу, яғни айқайлап, жариялап емес, іштей дұға қылу. Өйткені Аллах Тағала шектен шыққандарды ұнатпайды дейді. Жақсы көрмейді дейді. Кезінде мынандай адамдар болған екен, Аллах Тағалаға айқайлайтын. Ондай оқиғалар естіген шығарсыздар. Мысалы, Фирғауын лағнатуллахтың кезінде өзі де сол сияқты үлкен күнәһар адамдар Аллаға айқайлайтын болған екен. Мысалы, дауыстап, сендердің құдайларың осындай деп неше түрлі нәрсе не істеп, біз аспанға оқ атып, ол Аллах Тағала ол оғын не қылып қанға боятып түсіреді жерге. Соған Аллах Тағаланы біз аттық, Аллах Тағаланы жараладық деп, яғни Аллах Тағала енді сондай, оны біз айтады, сондай күнәһар адамдарды сөйтіп қорлап қояды дейді. Өзімен өзі сөйтіп жүреді, сондай ол. Сондай болған, сол айтып жатыр, дұға деген өйтіп Аллаға айқайлап тұрып жасалмайды. Дұға деген кәдімгі іштей жалбарынып, Аллаға жаңағыдай Алланың алдында мұқтаж екенімізді, әлсіз екеніміздігі өзіміз мойындап отырып, Аллах Тағаланың күш құдіретсіз біз бір қадам, бір ауа жұта алмаймыз, бір қадам баса алмаймыз. Соны еске алып дұға жасауымыз керек. Аллах Тағала нәсіп етпесе, біз отырған орнымыздан тұра алмаймыз, жатқан орнымыздан тұра алмаймыз. Сондай сеніммен дұға жасауымыз керек. Әрбір уақытта, әрбір сәтте, әрбір секундта біз Аллах Тағалаға мұқтажбыз. Кейбір адамдар ойлауы мүмкін, өзім тұрамын, өзім жүремін, өзім барамын деп. Жоқ, Аллах Тағала барғызбаса ешкім бара алмайды.
Аллах тағала тұрғызбаса ешкім тұра алмайды, Аллах тағала жегізбесе ешкім жей алмайды, Аллах тағала су ішкізбесе оны ешкім іше алмайды. Барлығы Аллах тағаланың күш құдіретімен болады. Тағы бір аятта айтады Аллах тағала: "Қул идғуллаха ау идғур рахман айямма тадъу фалахул асмаул хусна" дейді. Яғни Аллах тағалаға дұға еткен кезде Аллах деп немесе Рахман деп дұға қылыңдар дейді. Қайсысымен болса да, осындай есімдермен. Яғни Аллах деп атаңдар, Рахман деп айтаңдар дейді, қаласаңдар дейді Аллах тағала. Яғни Аллах тағала рұқсат беріп жатыр. Аллах деп ата, Рахман деп ата дейді. Қай есімін атап дұға етсеңдер де ең көркем есімдер не дейді? Аллах тағалаға тән дейді. Яғни Аллах тағаланың көркем есімдері бар дұға еткен кезде. Біз жаңа айтып жатырмыз, сол дұғаның қалай жасауымыз керек? Ең бірінші Аллах тағаланы ұлықтауымыз керек дұғаның алдында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адамның қасынан өтіп бара жатқан кезде дұға жасап жатқан адамды көреді. Сонда жаңағы сөзін естіп қалады да айтады: "Бұл кісі асығыстық танытты" дейді бұл адам. Өйткені дұғасында Аллах тағаланы ұлықтаған жоқ, болмаса пайғамбарымызға салауат айтқан жоқ. Сөйтіп өзіне қажетін сұрап отыр. Сол үшін асығыстық танытты деп айтады. Сол үшін дұғаның алдында, дұғаның жаңа айтып отырмыз ғой біз, әдебі қандай? Дұғаның әдебі біз Аллах тағаланы ұлықтауымыз керек. Аллах тағаланы зікір етуіміз керек, Аллах тағаланы ұлықтауымыз керек, көркем есімдерін айтуымыз керек. Мысалы, Аллах, я Рахман, я Рахим. Қандай бізге көмек керек? Мысалы, бір ғалымдарымыз айтқан, Аллах тағаладан бала сұрайтын адамдар болса, мысал ретінде айтайын, Әл-Уаххаб деген ат есімдерін көп айту керек дейді. Көп айтып дұға қылу керек дейді. Өйткені Әл-Уаххаб деген Аллах тағала жоқтан бар қылып беретін нәрсе дейді. Әр-Розақ мысалы, Аллах тағаладан ризық сұрайтын адамдар Әр-Розақ деген есімін көп айтып, өйткені Аллах тағала үздіксіз көп ризық беруші Аллах тағала. Осы есімдеріне толық кәміл сене отырып дұға жасау керек. Сол сияқты мысалы жаңағыдай Аллах тағаланың көркем есімдері бар. Соны өзінің мағынасына сай қолдануға ғалымдарымыз не береді? Кеңес береді. Мысалы, Әл-Ғани, Аллах тағала бай, Әл-Мұғни, байытушы. Мысалы, өзін кедеймін деп жаңағыдай еш нәрсеге қолы жетпей жүрген адамдар болатын болса, жұмысы жүрмей жүргендер болатын болса, мысалы, Аллах тағаладан байлық сұрайтын болса, мысалы, Аллах тағаланың осы есімдерін айтып дұға қылу керек дейді. Көбірек айту керек. Бұл процесс деп айтамыз ғой, дұға қылу процесі, бұл бір жағдайда болатын нәрсе емес, бұл әрдайым жасалу керек осылай. Әрдайым бір күн ғана уақыт бөліп, мен бір күн Аллах тағаланың 100 рет жаңағы Әл-Мұғни деп айтып шықтым деп олай емес. Ол күнде айтасыз ба? Күнде 100 рет айтыңыз мысалы. Сосын дұға қылыңыз. Қандай қажет керек, кімге не керек, сол өзінің дұғасын жасасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтсын, одан кейін өзіне қажет дұғасын жасасын, керек нәрсесін сұрасын. Мысалы, Әл-Фаттах деген есімі бар, Аллах тағаланың не істеуші? Жеңіс беруші, ашушы деген. Мысалы, енді мешітте отырғаннан кейін кейбір адамдар келеді, менің жолым болмай жүр деп. Сол кісілерге Аллах тағаланың осы есімін көп айту керек. Әл-Фаттах. Біз айтамыз енді әрине, Аллаға құлшылық жасап жүрсеңіз, өзіңіз дұрыс жүрсеңіз, дұға қылып жүрсеңіз, иншалла жолыңыз ашылады деп. Сондай кейбір адамдар болады, өмірден түңіліп кеткен, қайда барсам да жолым ашылмайды, жолым болмайды, бәрі жабық деп. Сол үшін жолдың бәрін ашатын Аллах тағала. Ол ешкім емес, тек Аллаға дұға ету керек. Соның несін түсінігі қалай деп сұрап келеді ғой. Оның ешқандай түсінігі жоқ, ол тек Аллаға дұға ету болды. Шын жүрекпен, бірақ шын жүрекпен дұға етіп, Аллах тағаланың бұйрығын орындау да керек. Мысалы, жаңағыдай әсіресе намаз оқымайтын, ораза ұстамайтын кісілер болатын болса, Аллах тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде келеді, мысалы, намаз оқығаннан кейін дұға қабыл болады дейді. Дұғаның қабыл болатын бірнеше орындарын айтып қойды. Қамат пен азанның арасында дұға қабыл болады. Сондай мүмкіндіктерді пайдалану керек.
мысалы қасиетті күндер бар, иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі белгілеп кеткен уақыттар бар, иә. Аллах тағала бізге белгілеп қойған. Солардың ішінде мысалы Арафа күні, иә, Арафа күнгі дұға, Рамазан айындағы дұғалар, жұма күнгі дұға, мысалы жұма күні бүгін бір сәт бар деп айтты, иә, пайғамбарымыз. Бір уақыт бар, ол кезде дұға жасаған адамның дұғасы міндетті түрде қабыл болады дейді. Бірақ оның уақытысын айтқан жоқ әрине. Сол сияқты нақты қай уақыт екенін айтқан жоқ, бірақ жұма уақытында деп айтты, жұма күні. Сол жұма күннің барлығын біз не дұғамен өткізу үшін, оның сыры неде деген кезде дұғаны біздер сол басынан аяғына дейін дұғамен өткізу үшін. Өйткені арнайы бір уақытты бізге айтып қойса, біз сол уақытта дұға қыламыз да қалған уақытта қалдырып қоямыз. Сол сияқты Құранда да мысалы не келеді, аят келеді. Вабил асхарихум ястағфирун. Олар неде сәресі уақыттарында дұға қылады дейді, Алладан кешірім сұрайды дейді. Яғни осындай, яғни Аллах Тағаладан дұға қылатын уақыттарда Аллах Тағала не істеп қойған. Құранда да бірнеше жерде көрсетіп қойған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде бірнеше жерде не істеп қойған, айтып қойған. Жаңа айттық, мысалы әділ басшының дұғасы қабыл болады деді. Әділ басшы. Қараңыз. Одан кейін зұлымдыққа ұшыраған адам дұғасы қабыл болады деді. Зұлымдыққа ұшыраған. Одан кейін орындар көп. Яғни бір хадисінде айтады, сәждеде Аллах Тағалаға ең жақын болатын уақыт сендердің сәжде уақытта деп айтады. Сол кезде көп дұға қылыңдар деген тағы хадисі бар. Мысалы сол кезде, яғни бұл нәпіл намаз уақыттарында әсіресе сол сәждеде жатып не істеу керек? Сол дұғаларын жасауға болатын дұғаларды жасауға не істеуге болады, көбірек жасауға. Оның ешқандай шегі жоқ, көбірек жасай беруге болады. Осындай нелері бар, уақыттар, орындар бар. Сосын дұға жасаған кезде тағы бір әдебі құблаға қарап дұға ету. Одан кейін әрине өзінің ғұсылы бойында дәреті мен дәретті күйде дұға жасау әдебі. Одан кейін дұға жасағаннан кейін қолды жайып дұға жасау. Қолды жайып дұға жасап болғаннан кейін сол қолмен бетін сипау. Бұл хадисте келеді. Джабир ибн Абдилла радиаллаху анху айтады, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Арафада тұрғанда құблаға қарап бұрылды дейді. Сөйтіп күн батқанға дейін дұға етті дейді. Арафада тұрған кезде құблаға бұрылып күн батқанға дейін дұға жасады дейді. Одан кейін Омар радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұғада қолын жайған болса, оларды бетіне сипаймайынша төмен түсірмейтін еді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолы көтерілген кезде ол бетті сипап түсіреді дейді. Бетті сипамай не істемейді, түсірмейді дейді. Яғни дұға жасап жатқан кезде кейбір адамдар дұғада жасап болғаннан кейін бүйтіп қоя салу дұрыс емес. Яғни бетін сипау керек. Пайғамбарымыздың сүннеті бойынша солай. Одан кейін дұға жасаған кезде жаңа айттық, шынайы жасау керек, шынайы жүрекпен. Сосын мынандай сұрақтар болады, міндетті түрде арабша жасау керек па? Кейбір кісілер арабша дұғаға қызығып жатады. Мысалы өзі арабша білмейді, арабша дұғаларға қызығып жатады. Ол арабша дұғаға қызығудың қажеті жоқ. Дұға деген сөз кейбір адамдар түсінбейді. Мысалы жаттанды дұғалар болады. Мысалы арабшада жаттап алады, оны қазақша мысалы біздің аталарымыз бата деп жаттап алады ғой, мысалы 8 жол, 4 жол. Ол жаттанды бата, ол бата болмайды ол негізінде. Дұға деген бір ауыз сөз болса да шын жүректен шығу керек мысалы. Бақытты болыңдар, Алла Тағала бақыт берсін десе де, ол шын жүректен шықса болды, сол. Әмин, болды. Ол керек емес, жаңағыдай аталарымызға да айтып қою керек оны. Пәленше де пәленше, түгенше де түгенше деп жатқа айта берудің де оның несі жоқ.
дұға деген бір уақытта қайталанып келетін нәрсе емес. Оның әр уақытта өзінің айтылатын орындары болады. Мысалы, бір дұғаны жаттап алып бүкіл жерге айтып шығуға да болмайды да оны. Өйткені ол кейде көңілді жағдай болады, адамның көңілсіз жағдайы болады да. Мысалы, жаназаға барады, ол не дейді сонда? Жаттаған дұғасын жаңа жаназада айтпайды ғой. Тойға жаттаған батасын барып жаназада айтып бермейді. Сол сияқты әр жерде өзінің дұға жасайтын орындары да болады. Сол үшін де дұға ең бастысы не? Шын жүректен шығу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи негізі хадисі бар. Адамның жаңағы жүрегі ғафылдықта болса дейді, яғни жүрегі шынайы жүректен шықпаған дұғаны Аллах тағала қабыл етпейді деген хадисі бар. Яғни адам өзі дұға жасап жатыр, бірақ жүрегі, ойы сол дұғада емес, басқа жақта да. Ойы басқа жақта, жүрегі басқа жақта. Әйтеуір мысалы аузынан бір жаттап алған сөздер шығып жатыр. Арабша болсын, қазақша болсын, бәрібір. Сол үшін дұғада өте ойын жинақтап, не істеп, өзінің не айтып жатқанын біліп, соны Алладан шынайы іштен жүрекпен соны қалап тұрып дұға жасау керек. Одан кейін дұғада тағы бір айтатын нәрсе, мынандай сөздер болмайды. Аллахым, немесе Раббым, егер қаласаң маған бер дегендей, ондай сөздер болмайды, айтылмайды. Біз нақты сұраймыз. Нақты пайғамбарымыз айтады, дұға қабыл болатындай, қабыл болады деп дұға етіңдер дейді. Яғни Аллах тағала егер сен қаласаң маған бере көр деген ондай болмайды. Жоқ, Аллах тағала мен сенен сұраймын, маған осыны нәсіп ет, осыны бер деп нақты сұрайды. Осыны бер деп сұрайды. Аллах тағала маған осыны бер деп сұрайды. Осыны бер деп сұрайды. Немесе осыны сұраймын деп сұрайды. Жаңада егер сен қаласаң деген сөздер не? Дұғада айтылмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады, егер қайсы бірің дұға ететін болса, тілегін нық сеніммен айтсын дейді, нақты шешіммен сұрасын дейді. Яғни Аллахым, Раббым, егер қаласаң маған бер деп айтпасын дейді. Бұл дегеніңіз былайша айтқанда маған берсең бер, бермесең бермей ақ қой деген сөз болады да. Бұл деген былайша айтқанда қазақша. Олай болмайды. Аллах тағалаға біз шарт қоя алмаймыз. Сен қаласаң бер, қаламасаң бермей ақ қой. Жоқ, біз Аллах тағала мұқтажбыз. Қазір Алланың алдында былайша айтқанда бір адам біреуді ренжітіп қойып кешірім сұрайтын болса, жалынып сұрай ма? Сол кешіргенше жалынып, зерлеп отырып, керек болса жылап отырып сұрайды да. Қашан кешіргенше. Алланың алдында біз сондаймыз. Жылаймыз ба, зерлейміз ба? Әйтеуір адам өзінің бейшара халде, мұсылман, мүмин адам өзінің бейшара халінде отырып, Аллах тағаладан сұрау керек. Сол үшін де мына мысалы біздер қазір оны көп жасамаймыз. Мына жаңбыр сұрау несі бар ғой? Намазы бар ғой? Жаңбыр сұрау үшін намаз оқиды ғой. Соған сөйткен кезде соның алдында мынандай бір амалдар бар істелетін. Егер жаңағы үсті не болса, үстіне сондай былайша айтқанда жерге топыраққа бір аунап алады, үсті басын бәрін ластап. Сөйтеді де Алланың алдында бір бейшара, қалай қылып айтамыз енді, бейшара күйде отырады. Яғни мысалға андай тап-таза киіммен шіреніп отырып сұрамайды Алладан. Кәдімгі салбырап отырып Алланың алдында сөйтіп отырып сұрайды дұға жасаған кезде. Яғни сол үшін сол кезде сол киіміне сондай топырақтан неден жағатын болған. Жаңағыдай өзін сондай бір Алланың алдында бір әлсіз, Аллаға мұқтаж халге түсіру үшін сондай қылып сөйтіп істейтін болған. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де біз Аллах тағаланың алдында солай дұға жасауымыз керекпіз. Бұл әрине тек Алланың алдында ғана, бұл басқа біреуге көрсету шарт емес. Оның өзінің қандай халде болып жатқан, бұл тек Аллах тағаламен әр құлдардың арасында болатын. Дұға деген бір сондай сыр ғой. Дұға деген сыр өзінің сырын айтады. Ішіндегі, жан дүниесіндегі. Мысалы, психологтарға барған кезде айтып жатады ғой, ішіндегі жан дүниедегі нәрсең бір айтатын адам тап дейді біреуді. Досың ба, анаң ба, әкең ба, ағаң ба, інің ба біреуді тапты, соған ішіндегі бәрін ақтарып айт дейді. Ал біз кімге айтамыз? Аллах тағалаға айтамыз. Адамға әрине адамдардың ішінде айтатын болады. Бір адам, мысалы екі адам сырлас дейді ғой. Бірақ та Аллах тағала
жаңағыдай ол адам ғой бәрібір, бірақ Аллах тағалаға айтқан бөлек болады. Иә, бөлек болады. Сол үшін Аллах тағаланың алдында осындай әрдайым дұғада жүруімізді нәсіп етсін. Аллах тағала дұғаларымызды қабыл етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк ва ахиру дағвана анил хамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахим.